Алармыз насылтым, сәлем сүйкімді көрермендерім. Ертеңге болжау айтарым. Ертең 9 мамыр. Аталарымыз жатқан жері жарық, топырағы торқа, жандары жай тапсын. Аман есен оралып, өмір бізге дейін келген үшін басымыз дейіп тұрып алғыс білдіреміз. Тағзым жасаймыз. Мың тағзым рухтарына. Нағашы аташым Өтебай Қалыбаев ерекше басым дейіп тұрып алғыс білдірем. Барлық ардагерлерді тірі әлі көзі тірісілеріне алғыс, қайтқандарға рухтарына жандары жай тапсын. Өмін. Ертеңге болжау қаралық 22 ай күні. Ол өсиет, ақыл, данышпандылық, парасаттылық. Кітап оқыңыздар, болмаса бір шежірелік, қандай да бір альбом, аталарыңыздан, апаларыңыз, әжелеріңізден қалған естеліктер, болмаса кино көріңіздер, ескі кино. Бұл жерде бұл күн ескіні қайта еске түсіру, қалай айтады, жаңалықтың бәрі ол ұмытылған ескі нәрсе дей ма. Сондықтан біз тарихпен, біздің тарихымызды ешкім өшіре алмайды. Біз тарихты ешқашан ұмытпаймыз. Қанша ауыр болса да, қанша қиын болса да, біз өткенімізбен бармыз. Сол жалпы болжам қаралық ертеңге. Жолдарыңыз ашық, қайда барам, не қылам, балалармен қыдырам. Мына жақта күйеуіңіз бала шағаны алып ертең бір көкке шығуы мүмкін. Кәуап пісіріп, болмаса ата-қонысқа, қара шаңыраққа барып келсеңіздер болады. Өте керемет ертең серуен құрасыздар. Үлкендерге ізет, үлкендерге құрмет, кішіге ізет болады ертең. Өте керемет күн. Жалғызсырап жүргендерге уайымдама. Ертеңгі күн сіздерге ақшаңызды шашпаңыз дейді. Мен жалғызбын деп бірдемені үйіп төгіп бірдемені алмаңыз. Болмаса біреуге қарыз сұрап келсе, қарыз бермеңіз. Ол ақша өзіңізге керек болады. Бұл жерде өзіңізді жақсы көріңіз. Егер қасыңызға адам бермесе, демек сіз өзіңізді әлі құрметтемейсіз деген сөз. Сондықтан өзіңізді бағалаңыз, құрметтеңіз. Тағы әдемі сұлу қыздарға баршылық, тоқшылық, нәзіктік,